2050 жылға қарай суды қанып ішпек түгілі қазып іші мұңға айналу мүмкін. Өйткені суға тапшылық жыл өткен сайын ушығып барады. Әлем ғалымдары орталық Азияны, әсіресе Қазақстанды, жер шарындағы климат өзгерістеріне ең осал өңірлердің бірі екенін айтып дабыл қағуда. Қайтпек керек. Осы аптада Астанада тұңғыш рет ұйымдастырылған өңірлік экологиялық саммитте сақа сарапшылар осы сұраққа жауап іздеді. Бүгін түйінде біз де түйткілді талқылаймыз. Армысыз. Орталық Азияны біріктіріп те бөліп те тұрған су. Аймақта екі үлкен өзен бар. Сырдария мен Әмудария. 5 елдің берекесі. Қос өзенінің бойы қайнаған тірлік. Сырдария шығыстан батысқа қарай екпінде бағып жағалауындағы елдерді тіршілік нәрімен қамтып, ентігін аралдан басатын еді. Бірақ үлкен арал өлі аумаққа айналды. Себебі кеңес кезінде мақта өсіреміз деп айдынды аямай сорған. Енді 6 миллион гектар аумақтың тұзы шығып, аңқасы кеуіп жатыр. Қалпына келтіру оңай емес. Ойлай беріңіз, әлемдегі үшінші теңізде бірде-бір тамшы қалмаған. Сырдария мен Әмудария маң мекендеген 5 миллионға жуық жұрттың да кенезесі кеуіп отыр. Қазақ пен өзбек суармалы жерлеріне алаңдаса, қырғыз бен тәжікке энергетика мәселесі бас ауру болды. Осылайша айдынды кемеріне келтіру орталық Азияның көп жылдан бері ортақ проблемасына айналды. Осы апта аталған аймақ елдерінің экологиялық мәселесі Астанада арнайы ашылған саммитте талқыланды. Арал теңізінің басына бұл түйірілгелі жарты ғасырдан асты. Бұл көктен түсірілген кадрлар. Көлемі жағынан жер жүзіндегі 4-ші көл саналған теңіз тоқтаусыз тартылды. Түбінде қуаңшылық пен құрғақшылық жайлайма деген күдікті соңғы жылдары үміт жеңгендей. Мемлекет тарапынан қабылданған ғылыми шаралардың нәтижесінде солтүстік аралдың 36% қалпына келтірілді. Су көлемі 18,9-дан 23,5 текше шақырымға ұлғайды. Сапасы жақсарып, тіршілікке қан жүгірді. Бұл аралда аман алып қалу үшін жасалған жұмыстардың басы ғана. Су министрлігі теңіздегі Көкарал бекетін қосымша 2 метрге дейін биіктетпек. 27 миллиард текше куб километр су жинақтау мүмкіндігіміз бар. Ал 2030 жылға дейін жаңада жобаны іске асырып, іске қосып атсақ, бұл деңгей 34 миллиардқа дейін суды жинақтауға мүмкіндік береді. Яғни қалпына келтіруге мүмкіндік бар ғой? Мүмкіндік бар. Сол мүмкіндікті енді біз барынша пайдаланып, соны іске асырамыз. Аралдағы ахуал Қазақстанға ғана емес, әлемге ортақ мәселе. Теңізден көтерілген тұз бен қалдықтар мұздықтарға дейін жетіп, тез еруіне себеп болуда. Сол себепті аралдың экожүйесіне алаңдаған мемлекет басшылары, ғалымдар мен сарапшылар бас қаладағы саммитте бас қосты. Енді халықаралық аралды құтқару қорының жұмысы күшейеді. С этой точки зрения очень много. Саммитте негізінен 3 түрлі бағытта ұсыныстар айтылды. Ол іске асырылатын жобалар, жұмысты қалай үйлестіру керектігі жөнінде және қаржы мәселесі. Ал Қазақстанның 2 жылда жеткізген нәтижесін көрген мемлекеттер жоғары бағалап жатыр. Арал үлкен экожүйені ұстап тұр, ал экология шекараға бөлінбейді. Бір аумақта болған проблема бүкіл аймаққа әсер етеді. Сондықтан бірнеше мемлекеттің бірлесе жұмыс істеуі нәтиже беретініне сенеміз. Экология жай ғана ауыз ауырып жақталғанша айтып қоя салатын мәселе емес. Саммитке келген сарапшылар Қазақстан бұл іске аса жауапкершілікпен қарайтын байқап, бастамаларды қолдаушылар көбейетінін айтады. Шерхан Абзалұлы, арнайы түйін бағдарламасы үшін. Арал орталық Азияға ғана емес, жалпы адамзатқа ортақ трагедия. 30 жыл бұрын халықаралық аралды құтқару қоры құрылды. Қазіргі міндет те, үміт те кіші арал, бірақ нәтиже кем. Әлемдік ірі қауымдастықтармен бірлесе әрекет етпесе бәрі бекер. Құрғаған теңіз табаны қудалаға, ал құмы сорға айналды. Дауыл тұрған сайын тұзды шаң мұздықтарға дейін жетіп, оны ерітуде. 2050 жылға қарай жер шарындағы мұздықтардың 60% еріп кетеді десе, тағы басқа талдаулар
90% тұздай құриды деп отыр. Осындай алапаттың алдын алу үшін донор мемлекеттер мен экология қауымдастықтары тоқайласуы шарт. Соңғы жылдары сең қозғалған Біріккен ұлттар ұйымы деңгейінде Орталық Азияға алғаш рет су шаруашылығы және экология мәселелеріне сәйкес міндеттер жүктелді. Сонда да суды тиімсіз пайдалану және экологиялық зардаптарды елемеу проблемаларымен бетпе-бет келіп отырмыз дегенді президент үнемі айтып жүр. Осы жолы да саммитте салмағы тақырып болған Арал. Су қауіпсіздігі Қазақстан ғана емес, бүкіл Орталық Азия үшін аса маңызды мәселе. Болашағымыз тіршілік нәрін қаншалықты ұтымды әрі әділ пайдалана алатынымызға байланысты. Арал теңізі салғырттықтың салдары қандай қасіретке алып соғатынын еске салып тұрады. Сондай-ақ ол батыл әрі ғылыми негіз бар жүйелі шаралардың арқасында қандай нәтижеге жетуге болатынын көрсетеді. Мәселе аса күрделі. Себебі Қазақстан суының жартысынан көбі трансшекаралық. Яғни тіршілік нәрінің көзі көрші елдерде. Ал біздегі қолда бар өзен көлдердің дені таязданып жатыр. Жайықтың жайы жанға батып тұр. Қиғаштың халі нашар тартылып барады. Каспий теңіз өз жағасынан біразға шегініп кеткені соңғы жылдары анық байқала бастады. Өйткені Ресейді бойлап ағып, теңізді толтыратын еділден келетін су азайған. Қазақстан мен Қытай арасында шекараны кесіп өтетін үлкенді кішілі 25 өзен бар. Дегенмен, Ертіс пен Іленің тағдыры толыққанды шешілмей тұр. Балқаштың да бағы тайып, Арал тағдырын қайталауы мүмкін екенін айтып, ғалымдар дабыл қаға бастады. Жалпы осы апта Астанада Орталық Азияның экологиялық мәселелері жан-жақты талқыланды. Негізгі ұстаным бір өңір, ортақ сын-қатер, ұжымдық әрекет. Көпшілік көкейінде бір сұрақ тұратыны анық. Осындай саммиттердің керегі не, берері не? Тек талқы күйінде қала ма, әлде табанды шешімдерге жеткізе ме? Бүгін студия қонағы саммитке ақштан арнайы келген геоматика профессоры, су ресурстары бойынша сарапшы Жанай Сағын. Жанай Матайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді мен ақштан арнайы келген деп акцент жасадым. Сіз сол елде қанша болды тұрып жатқаныңызға? 30 жылдай болды. Басында Канадада тұрғам, 10 жылдай, соң келесі ақшта тұрмын. Сіз сол мұхиттың арғы жағында тұрып, осы су мәселесін шешу бойынша үлкен жобалардың бастамасында тұрсыз. Яғни тұтас Қазақстанның тағдырына әсер ететін. Осы жобалармен бөлісіп тарқатайық әңгімемізді. Қандай жобалар қазір іске асып жатыр? Көбісі бассейновый проекттерге жасағам. Докторантура, постдокторантура. Сол мәселелері бізге Қазақстанға өте қажет. Екінші мәселе, құрлықтардан су кетіп бара жатыр мұхиттарға. Мұхиттарға су көбейіп, неше түрлі үлкен қалалар қиыншылықтарда. Мысалы, Қазақстанда қарасақ, бір жағынан су жетпей жатыр, жаңа сіз айтқандай, Каспий, Арал, Балқаш, бір жағынан оты қиын. Бірақ басқа жағынан қарасақ, ол мүмкіншілік. Қазақстанда жері көп, жері мол, әжептәуір суды жинауға болады. Как раз біздің ойлаған ойымыз таудың қары еріп, мұздығы еріп, бәрі де өзенмен мұхиттарға кетіп бара жатыр. Сол мұхитке суды жібермей, бізді жерге құрлықтарда жинасақ, сол жер жүзінде пайдалы болады. Бір жағынан мұхиттарда су көбейіп жатыр, бірақ құрлықтарда су азайып жатыр, кеуіп бара жатыр. Сол мәселе сода, біз сол туралы сөйлесіп жатырмыз, ақылдасып жатырмыз осы саммитті. Ол біздің президент Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев айтып тұр. Қиыншылықтар болып жатыр, жер жүзінде бәрі адамдар бірге қосылып, сол су мәселелерін шешу керек. Бір жағынан жаңа айтқандай құрлықтардан су жетпей жатыр, кеуіп бара жатыр. Су аздап бара жатыр, жер жүзінде, бәр жүзінде. Мұхиттарда су көбейіп бара жатыр. Сол мәселе сода, егер суды жібермесек, жинасақ, құрлықтарда жерде жинасақ, мүмкін мұхиттарда кішкене пайдалы болады. Мысалы, Нидерландалық алсақ, Сингапур, Нью-Йорк қарасақ, тура судың қасында тұр ғой. 25 жылда 10 сантиметрге мұхит уже өсіп кетті. Ол 50-100 жылда тағы 1 метрге дейін өсіп кетеді. Жер жүзінде
1 триллион доллардай кетіп бара жатыр. Инженерный жұмыс, нелер талай ақша кетіп бара жатыр. Сол біз айтып жүргеніміз, егер сол 6-ға бөлсек 1 триллионды, 166 миллиард доллар болады. Сол мәселе сода, егер ақшаны алдында салсаң, честің алдында ол болмай, сонда зиян дайындайсың. Мысалы бізде бала кезде біз күзде қар жинағамыз. Күзде, қыста қар жинап, арық жасап, су кетпесін деп. Мысалы өзенге су кетпесін деп, сонда ауыл жерге де пайдалы болады. Қарды жинап, қар ергенде жазда қарды пайдалануға болады. Өзімде мысалы тоғай жерде тұрам, қарды жинап, жаңбырдың суын жинап, сол суды ішеміз, пайдаланамыз. Насоспен пайдаланып, тазалтып, жерге жаңағы біз manage aquifer recharge дегенде жер астына егер өзі сіңіп, ақырындап кетсе, сол суды пайдалануға болады. Бізде Қазақстанда қиыншылығы бәрі де осмосис технология. Мысалы, Астананы алсақ, Алматыны алсақ, бәрі де осмосис технология. Ол өте қымбат технология. Жаңағы біз мында несімен қымбат? Тоқ жейді ғой. Осмосис деген талай ақша ғой. Осмосис, фильтрация көп ақша кетеді. Мысалы, жердің астына фильтрация, табиғаттың несін фильтрациясы жасақ, ол өзі кете береді. Мысалы, тас болсын, несін су кетсе, табиғаттың суды жинап, өзі ақырынан жердің астына кетсе, мысалы, ол көп уақыт кетеді. Жарты жыл, 1 жыл, бірақ өзі сіңіп, ақырындап тазаланады. Немістер сөйтеді, Berlin Wasser International, жапондар да сөйтеді. Бізде ондай технология көп пайдаланбайды. Тек қана қымбат, урбанизация, бір жерге адамдардың үйлер сала береді. Қазақстан мол ғой, жері көп. Сондай технология неге жасамаймыз? Жерімізді пайдалану керек қой. Осы бастамаларыңызды саммитте айттыңыз ба? Енді Астанада бұл шынымен де тұңғыш рет өткізіліп жатқан үлкен өңірлік экологиялық саммит. Сіз бастан аяғына дейін қатыстыңыз. Сізді бір елең еткізген қандай тағы да бастамалар болды? Өз ой жоспарларыңызбен бөліскен шығарсыз. Шешім қабылдайтын тараптан қандай да бір оң баға алдыңыз ба? Әрине, қазір мәселе сода. Бізде қалаға қарап қалды. Талай су кетеді. Мысалы, Астананың өзінде талай су кетіп барады ғой. Канал салып, суды шетін су керек қой. Адамдарға пайдалану керек, көп су кетеді. Одан гөрі ауыл жерді көтеру керек. Жекеменшік үйде тұру керек. Соңғы ауыл жерде бізде көбісі қалаға қашып бара жатыр. Мүмкіншілік жоқ. Соны ойлап жатқан ойымыз, жапондар, Италияда Nature Based табиғатқа қарап, сондай нелерді проекттер жасаңдар деп жатыр. Бір неге қалаға қарап қамай, квартираға бәрі де қарап қалды ғой, ауылдан кетіп, бәрі де Астана болсын, Алатау болсын, Алматыға бәрі де ауылдан кетіп бар жатыр ғой. Енді ауыл алтын бесік, ауылдарды жандандыру бұл енді президенттің тағы да бір үлкен стратегиялық саясатының негізі деп айтсақ та болады. Енді сіз айтқан жобалардың жалпы өзегі қандай? Ол қанша қаражат талап етіледі, қанша уақыт керек, оның енгізілгеннен кейін нәтижесін халық қашан көреді? Ол оңай емес, айтып жүргеніңіз, дұрыс айтасыз. Бірақ ойлап жүргенім, бір 5 жылдай, мысалы, ағаш салғандан өзінде. Көп проекттер басы жақсы, бірақ жасаған жұмыстарын сол жағын қарау керек. Мысалы, ағаш саламыз дейді, парк жасаймыз дейді. Тек қана ағаш салғу онымен бітпейді. Ағашты өсіру керек. Мысалы, ағаш өсіру, мысалы, Бутан болсын. Монголияның өзінде айтпақшы, біз Монголияға барғанбыз жазда. Сол жер қызық екен. Канаданың өзінде оларда жаңа бала туған парктар дейді. 5 жылға қарайды. Совет өкіметінде баяғы кезде 5 жылдық программа болған. Сол көп программа кетіп қалды ғой. Жақсы программалар кетіп қалды. Олар 5 жылдық программа болу керек. Мысалы, Бутан болсын, Канада болсын, Монголия болсын, ағашқа егер ақша берсе, көмек берсе, ағаш 5 жылда өсу керек. Тек қана сонан кейін ақшаларын, табыстарын береді. Мысалы, неге Бутанда барса, ағашты өзінің бала сияқты санайды. Мысалы, оларда буддизм ғой. Өзің, мысалы, бір өмірде адамсың, келесі жыл ағаш боласың, сол үшін несін бала туғанда олар ағаш салады.
ағаш салып, ол соң сен қарындасың, ағаң деп бала кезден өсіреді. Сондай тек қана мәселе ақшада емес, бізде ойлаған ойымызды кету керек. Мысалы, басқа халықтарда қарап, табиғатты қалай сыйлады? Туған туысқандай сияқты сыйлау керек. Бізде ағашты, бізде бала кезден сондай нелер жоқ қой бізде. Мысалы, саған тек қана ақшаға қарап қалды, неге тек қана ақша үшін, не үшін? Былай онда несін баланс болу керек. Сол мәселе сода, егер табиғатқа кетсек, мектепке, колледждарға жаңа айтқандай парктар жасасақ, бала кезден туғанда ағашқа қараса, мынау інім, қарындасым деп сондай нелер программалар болу керек, колледж сияқты. Екінші мәселе, бізде университеттер өте мықты, адамдар өте оқымысты. Көп адамдар бір-екі университеттер оқыған. Бірақ колледждер қараса, бізде техниктер жетпей жатыр. Сондай бізде техниктерді көбейту керек. Техниктер, мысалы, мектеп, техника, колледж, университет. Сол бірге болу керек. Мектеп, мысалы, мектепте оқығанда, мысалы, 10-шы, 11-шы, 12-шы класстарда оқығанда, уже техник болу керек. Мына нелер кредиттер саналып, мысалы, ауыл жерде суды химия, лаборатория, анализ жасау керек. Мына ішетін суды өздері жасау керек. Бала кезден үлкен адамдар өздері, мысалы, ауыл жерде көбісі өзеннен суды алып, жөнді тазаланбайды, өздері тексермейді, лабораторный анализ жасап. Сондай мәселе бала кезден жасау керек. Жаңа мен ағаш туралы айтқанда, егер бала кезден жасасақ, мектеп, колледж, соң кейін кредиттері санағанда уже техник болады. Соң кейін университетке барғанда уже қолмен жасайтын балалар болады, уже тек қана оқу емес, теория емес, практикамен болады. Енді Жанай Матайұлы, өте көп жақсы дүниелер айтып жатырсыз, жік-жігіне тарқатайық, мемлекет басшысының тікелей тапсырмасыменен қазір мемлекеттік орман алқаптарында 2 миллиардтан аса ағаш отырғызу процесі жүріп жатыр. Бұл мәселе бақылауда. Бүкіл халық болып атсалысып жатырмыз. Яғни таза Қазақстан бұл тек қана бізде жай ғана сөз емес, бұл ұлттық қозғалыс, бұл өмір мәдениеті, еліміздің салты десек те болады, дәстүрлі түрде, яғни таза ниетпенен, тазалықпенен, тек қана еңбекқорлықпенен бір нәтижеге жетуге болады деген. Яғни экологияға деген біздің көзқарасымыз, махаббатымыз осы таза Қазақстан үлкен ауқымды науқанменен есептеле берсе де болады. Сіздің айтып жатқан дүниелеріңізден мына бір мәселені нақтылағым келеді. Енді сіз 30 жылдан аса Америкада тұрып жатырсыз. Ол жақтың құндылықтар жүйесі осы суды үнемдеу, суды құрметтеу, суды жинау мәселесіне қатысты. Қандай? Қалада, ауыл жерде, мысалы, Канада, ақш-тың арасында көп жүрем. Неше түрлі ойлар бар, неше түрлі, мысалы, қалада адамдар былай ойлайды, ауыл жерде басқаша. Соң көбісі мен индейстермен көп қатысқам, неде аборигинал дейді ғой, Канадада, неде ақшта, өзі ауыл жердегі тұратын адамдар басқаша көреді, көп нәрсеге. Қалада тұратын адамдар көп нәрсеге басқаша қарайды. Сол үшін, егер жаңағы бассейновый нені айтып тұрған, көбісі ақшта көп несі, егер штатты қарасақ, баяғы кезде бассейновый штаттар жасаймыз деген. И судың мәселелері, әр штат өз заңдары бар. Кейбір штатта, мысалы, суды өте сыйлайды, Аризона болсын, олар суды жинап, жердің астына жағы пайдаланып, көп етеді. Басқа штаттарда ондай заңдар мықты емес. Сол үшін бізге жақсы нелердің заңдарын қарау керек. Жаңағы Калгариде қарағанда, жаңа айтып едім ғой, паркты, суды жинап, сондай штаттарды қарасақ, солардан колледж бірге жасақ, сондай нелер пайдалы болады ғой деймін. Кейбір штаттарда ондай нелер онша емес. Яғни әр жерде әр түрлі дейсіз ғой? Әр жерде әр түрлі. Канада жағы бассейновый, ақш Канаданың арасында жағы бассейновнен қарасақ, сол жер жақсы. Неге десеңіз, жаңағы бізде трансграничалық нелер, трансшекаралық, неше қиыншылықтар бар ғой. Сол Канаданың ақш-тың арасына қарағанда, ол жерде жаңағы фермерлер,
өздері шешеді бәрі мәселелер. Мысалы, су мәселе, суды қалай жинаймыз, тасқын суды жинаймыз, қалай пайдаланамыз. Канаданың фермерлері, ақш-тың фермерлері өздері шешеді, бассейн бойынша. Олар үкімет президенттерге қарамайды. Президенттер оған тиіспейді. Сол ойымша, егер адамдарға көп ауыл жердегі мүмкіншілік берсе, өздері шешу керек. Мысалы, қарды қалай жинау керек. Жаңағы көп ақшаны кетіп бара жатыр ғой, дамба саламыз, бірге не істейміз деп адамдарға кету керек. Құзырет пен білім керек дейсіз ғой. Білім, жаңағы салған ақшаны, мысалы, қиыншылықтар болғанда, көктемде тасқын су кетіп бара жатқанда, күзде жаңағы чизел деген болған. Мен бала кезде дегенде чизел деген қарды жинайтын трактормен несін пайдаланады, несін жүргенде қарды жинауға болады. Күзден бастап, қыста ету керек. Бізде қар еріп, су деген бәрі де өзенге кетіп қалады. Соңген ой, өзенде дамбы саламыз, нені саламыз, неше түрлі заттар саламыз деп отыр. Егер оның басында күзден бастап жаңағы ауыл жердегі фермерлерге ақша беріп, сендер мына қарды жинаңдар, үйдің қасында жинаңдар, суды жинаңдар, өзіне сол суды пайдалаңдар. Сонда мына өзенге аз су кетеді. Көктемде қыстай қарды жинау керек. Бізде сондай мәселе өте қажет. Айырмашылығы сода. Мысалы, ақш-та, Канадада қарды жинайды. Мен өзім жаңа айтқандай, жекеменшікте тұрам, өз үйдің қасында Құртынтай көл бар, Құртынтай көл. Сол Құртынтай көлге қарды жинайым, өзім қолмен қарды жинайым, соңын ерген жаңбыр болсын, Құртынтай көлді үйдің қасында жинайым, соңын насоспен соны пайдаланам. Сол мәселе сода. Бізде айтып қалдыңыз, насоспен соны пайдаланамыз дедіңіз. Насос жаңғы мен айтып жүрген, жаңғы табиғат пен су деген өзі сіңіп, өз жердің астына кетеді ғой. Насоспен сол суды қайтадан сорып алам, бұлай кете береді су. Сол қардың суын ішіп жатырмын, бұлай айтқандай. Қарды суды жинап, жаңбырдың суын, сол суды ішем. Табиғатпен өзі еріп, тазаланатып, бұлай кете береді. Сол мәселе әр ауылда сондай мүмкіншілік беру керек, жаңғы су жинайтын Құртынтай көл жасау керек. Көбірек жекеменшік үй болу керек. Соны түсінбеймін. Бізде Қазақстанда көбісі неге Астанаға қашады, неге Алматыға қашады, үлкен пәтерде тұрам дейді. Жақсы, ал үлкен мегаполистердің саясаты бұл жағынан қалай? Мегаполис, Нью-Йорк, олар қиыншылықтар көбісі қашып бара жатыр. Егер орта адамдар қалада тұрғысы келмейді, жекеменшігі. Әр адам, мысалы, ақш болсын, Канада, әр адам егер тапқан табысың бар болса, әр арманы үй салам, жерге кетем дейді. Қалада баяғы кезден олар тек қана жұмыс дейтін нелері, индустрия үшін бәрден. Детройт алсақ, мысалы, Детройт. Детройт деген баяғыда машина жасаған, Детройт деген ол бітті уже. Детройт деген уже өліп қалған қала, көбісі жерге қашып бара жатыр. Сол мен ойлап атқан ойым, бізге қалаға қарап қалған, сонша урбанизация, ол онша пайдалы болмайды Қазақстан. Ауылдарды жандандырып, көркейтіп, сол жаққа қарай көшу керек дейсіз ғой. Ауыл жерге көшу керек. Мүмкіншілік жасау керек. Мүмкіншілік болғанда бізге инфраструктура болу, жаңағы жол болу керек, газ, интернет. Егер сол мәселе бәрі инфраструктура бесе, канализация болса, үйді өздері сала береді. Мәселе сода ғой. Ауыл жерде газ жоқ, интернет жоқ, жол жоқ. Соған күш салу керек. Көбісі, мысалы, Канада, ақшта әжептәуір үкіметтің ақшасы соған кетеді. Жолға, интернет, бәрін алып береді. Үйді өзің сала бересің. Бізде Қазақстанда үкіметтің ақшасы сол қалаға кетіп бара жатыр. Жағында пәтер салып, нетеді соған. Одан гөрі инфраструктураға салу керек. Егер барлық Қазақстанға газ, су, тоқ алып берсе, жаңағы пәтер салмай, міне саған бәрін алып бердім, жекеменшік үйде өзің саласың керек. Сіз енді ғалым ретінде осы нақты қандай ұсыныстармен саммитке келдіңіз? Саммитке жаңағы су мәселелері. Ең ойлап жүрген ойым, арманым, жаңағы таудан қар еріп, мұздық еріп, бәрі де өзенмен мұхитқа кетіп бара жатыр. Ол бәрі жер жүзі ауру қазір. Климат өзгеріп, бәрі де сол ауру болып жатыр қазір. Соны емдеу керек.
егер де асқазаның ауырғанда көбісі ақырындап диагностика жасап емдеуге болады ғой. Егер біз емдеп жатқанымыз прям кесіп операция жасап жатырмыз. Одан гөр диагностика жасап кішкентай асқазанды емдеу керек. Сол сияқты ғой. Жерді емдеу үшін мысалы қар еріп, мұздық еріп, бәрі де өзенмен мұхитқа кетіп бара жатыр. Соны жерді болысу үшін суды көбірек құрлықтарда жинау керек. Жаңағы мен айтқандай, егер жердің астына суды сіңіп, жердің астына кетсе, көбірек ауыл болу керек, адамдар өзі жинау керек. Құртындай нелер, жаңағы ағаш салдыққандай. Жаңа сіз айтып едіңіз ғой, Қазақстанда көп ағаш салып жатыр. Проблема ол монокультура. Монокультура деген ол жер жүзінде қате болып жатыр қазір. Африкада болса да монокультура не ағаш сала береді. Егер монокультура болса, ол ағаштар ауырады. Бактерия, неше түрлі ағаш салу керек. Тек қана ағаш салу, оны шешемайсың. Оны қарау керек. Ағаш бол, мынада өз жерінен асқан ағаш болу керек. Содан кейін неше түрлі табиғаттан кету керек. Егер адамдар өзім, мен сында, мысалы, Түркменияда, олар Сибирден алып келіп, неше түрлі ағаш саламыз дейді, әдемі нелерді саламыз дейді. Бірақ ол кейбіреулер өспей қалады. Оған талай су керек, оңай емес ол. Енді бұл мәселелерді президенттің бастамасымен арнайы құрылған су және ирригация министрлігі бар. Одан кейін экология министрлігі бірлесе жүйелі түрде жұмыс атқарып жатыр деген сенімдемін. Яғни мәселеге концептуалды түрде қарап, шешімдерін ұсынып жатыр. Әлбетте біздің бағдарлама әрқашанда студиямыз ашық, сұрақтарымыз дайын, ол кісілерді күтеміз. Енді мен сізден орталық Азиядағы экожүйенің бұзылуына қатысты ғалымдардың болжамы жақсы емес. Сіз сала маманы ретінде ойыңызды білсем, осы сын қатерлермен бірге аймақтың табиғи дағдарысты еңсеруге мүмкіндігі әлеуеті жете ме? Тұтас аймақтың. Ол білмеймін, оңай емес ол. Еткенде бұлай қарағанда ойымша ол жаңағы мұхит туралы айтып бередім ғой. Біз мына орыс жағынан ол жерде көп су болып жатыр. Жаңағы Арктикадан қар еріп, су жағы көп суларда орыс жақтан су деген өте көп. Біз қарап қалғанымыз мына жағынан қарап қалдық. Өзбекстан, Қырғызстан со жағынан. Со жерден су аламыз, со жерден жасаймыз деп проекттер, бассейн бірдеңкелер. Егер мына жағынан суды алса, суды жинап, сондай мәселелерді егер шешсе, жаңағы айтып жүргенім қар еріп, бәрі де Қазақстаннан мысалы 16,5 кубик километр су кетіп бара жатыр неге? Арктикаға. Сол суды жинаса Қазақстанда жаңа айтып жүрген. Сонда ол мәселені шешуге болады. Енді мынау мемлекет басшысы халықаралық су ұйымын құру бастамасын бірнеше рет көтеріп келе жатыр. Осы ұйымның әлеуеті жетеді деп ойлайсыз ба? Керек пе? Жұмыс қалай жүру керек? Ал жердегі адамдар кіру керек. Тек қана қиыншылық сода, мәселе сода. Мәселе қараңыз. Ойлар оты дұрыс, бірақ жасап атқан жұмыстар, жаңағы компаниялар, бір-екі компаниялар сол дамба салады, бірдеңке саламыз дейді. Ағаш салсақ та бәрібір тек қана ақшаны ұстап, тезірек бірдеңке саламыз дейді. Ол тек қана ақшаны соры, ақша 1-2 жылда кетеді, мынаны саламыз, тез жасай саламыз дейді. Табиғатта ондай тез қиын жасауға сондай жұмыстарды. Одан көрі жаңағы айтып жүрген ауыл жерге егер салса, жаңағы мектеп, колледж, өздер жаңағы адамдар өздері қарды жинап, соң жаңағы ағаштар салса, жаңағы айтып жүргенім ғой. Егер бала сияқты бала кезден ағашты өсіріп өссе, сонда нені мүмкін үлкен өзгеріс жасауға болады.
Мұнда егер тек қана үлкен ақшалар кетіп бара жатыр, үлкен проект жасаймыз дейді. Үлкен дамбы саламыз дейді. Үлкен қала саламыз дейді. Ол тек қана ақша кете береді, бірақ ол бір 5-10 шақты жылдан кейін қайтадан ақша сорады ғой. Қайтадан керек. Мысалы, Иранды алсақ. Иранды олар да тек қана суды пайдаланамыз дейді. Бізде мәселе сода. Жаңа сіз айтып жүрген министерство ирригация бар. Олар тек қана суды пайдалану, алу. Наны саламыз, жердің астығын сорамыз, жердің басындағы тағы саламыз, соны тағы бірден өсіреміз. Тек қана пайдалану, алу. Егер бірден алсаң, қайтару керек қой. Сол мәселе сода. Егер мысалы, егер жердің астынан суды сорып алсаң, суды қайтадан астына жіберу керек. Сол программа жоқ. Жаңа мен жүрген қарды жинап, соны жердің астына кету керек. Түсінікті. Бұл программаны енді білім ошақтарына қалай, қай бастан енгізу керекпіз? Жаңа өзіңіз айттыңыз, мектеп, колледж, университет дедіңіз, яғни жүйелі түрде жұмыс жасау керек. Мектептен бастау керек. Біз Небраскамен проект жасадық, Коксу деген Коксу колледж, политехник колледж, соған база жасау, полигон жасап жатырмыз. Сол жерде ақштың профессорын алып келгенбіз, химия профессоры. Солар бала кезден мектепте, орта мектептен үйретеді. Жаңағыда химикалық анализ, лаборатория, өз тұратын жерінен суды жинап, балалар өзі үйіне анализ жасайды. Қандай несі, таза су ма, қандай несі, зияны бар. Сол бала кезден үйрету керек. Мектептерде, мысалы, әр ауылда сондай лаборатория болу керек. Содан кейін колледждерге кету керек. Өздері жасау керек. Қазақстан қиыншылығы бірденке, егер суды бірденке тексерейін десең, үкіметтен біреуден сұрау керек. Астанаға жіберу керек, суды жинап, анаяққа жібересің. Өздері мектепте жасау керек. Мектепте тексеріп, өздері чай бірденке тамақ айданағыда көбісі, ауыл жерде көбісі өзеннен суды ала салады. Оны өзден мектепте сондай әлбетте күш болу керек, білім болу керек. Сонда өздер тазалады. Көп ауру судан кетеді ғой. Мысалы, 70% асқазан судан кетеді. Егер таза су болмаса, көп ауру кетеді. Сол үшін бала кезден әр адам, әр бала суды білу керек. Қай су таза, егер қиыншылық болмаса, қалай суды тексерем. Соны білім беру керек, техник болу керек. Мемлекет басшысы жауапкершілік туралы көп айтады. Суға деген жауапкершілік қандай болу керек? Неден басталу керек? Өте жақсы сұрақ. Бізде жаңа программа жазғанда тек қана су дейді. Су деген неше түрлі су болады ғой. Бізде Қазақстан жері өте бай. Жаңа минерализациясы көп. Мысалы, мынау бір су, Сарыағаш су, мынау Боржоми су, неше түрлі су болады ғой. Сол адам сияқты ғой. Мысалы, әр адам бірдей емес қой. Су мәселе де сондай. Мысалы, жердің астында тұрған сулар баяғы кезде 1 миллион 1100 жыл тығылып қалған сулар көп. Сол суды қарау керек. Гидрогеология, гидроклассификация дейді ғой, база жасау керек. Қандай су бай, қай жерде бар. Мысалы, тарих бойынша көп су мысалы тұрып қалған. Сол суды мысалы білу керек. Қандай минерализация бар. Оны тек қана жаңағы ішуге болады, жаңағы жинап адамдарға пайдалануға болады. Жердің бетіне техникалық су болады, жаңағы қар ергенде жердің жақын болады. Сол суды қарау керек. Егер сол су мысалы ирригацияға барады, индустрияға, сол суды тек қана соған пайдалану керек. Мен айтып жүрген жақсы минерализация бар, геотермалдық су бар. Қазақстан өте бай, геотермалдық. Сондай серпантизация, радиолиз деген реакциялар көп болып жатыр астында. Сондай суларды қарау керек, айту керек, классификация жасап, мынау су мынандай, мынау су мынандай. Тек қана бірақ су емес. Бізде проблема сода ғой, айтады. Бізде оншама су бар. Мысалы, индустрияға, Ақтөбе болсын, суды насостарды қояды, жақсы суды сорып, мұнай газ индустрияға жібереді. Ондай болмау керек. Мысалы, индустрияға тек қана техникалық су, жаңағы жүрген бетіндегі. Сол тек қана сол суды тиісесіңдер.
А жердің астындағы жатқан, мысалы, мұнай газбен қасында сондай өте жақсы сулар бірге болады. Мысалы, мұнай газға еткенде тек қана жақсы суды құртып жібереді. Ал бізге мұнай газ пайдалы, тығылып қалған суды пайдасы онша көп емес, оған тиіспей қойық дейді. Сол үшін су деген мұнай газ сияқты мәселеге қарау керек, мысалы, алтын сияқты. Сол ресурс қазір. Су деген ресурс болып отыр. Суды сыйлау керек, алтын сияқты, мұнай газ сияқты солай сыйлау керек и жаңағы база жасау керек. Тек қана бір су емес, неше түрлі су бар, әр несінде пайдасын қарау керек, қандай минерализация бар, и ішетін суды сау керек. Бізде мәселе сода, мысалы, жақсы суды алып, жақсы суды, мысалы, боржоми сияқты, сарыағаш айтсақ, соны сорып, содан кейін неге бірдеңке өсірем дейді. Арбыз, қарбыз, бірдеңке бидай өсірем дейді. Жақсы су мынаған кетеді, мынаны өсіреді, содан кейін тиынге сатады. Мысалы, бидай болсын. Афганистанға бірдеңке бидай сатады, арзан сатады. Дотация кетеді, ол онша пайдасы жоқ қой. Одан гөрі адам сияқты мына суды алып, тазалатып, жаңағы Кока-кола бар, Пепси-кола, одан гөрі мүмкін ішетін су сату керек. Мысалы, Қазақстан болады, неге, мысалы, бидай, жаңағы күріш бірдеңке өсіреді, мысалы, Қызылорда күрішті өсіреді. Ал күрішке ол талай су кетеді, жақсы су босқадан босқа кетіп жатыр. Одан гөрі мүмкін жағы суды тазалап, одан гөрі суды сату керек. Иранға болсын, Пакистанға су жетпей жатыр. Ішетін су сату керек. Жаңағы орыстардан, мысалы, жаңағы кір суды алып, суды тазалатып, ішетін су сату керек, содан пайдасы болады. Мысалы, Сингапурды алсақ, Сингапур, Малайзиядан жаңағы кір суды алады, трубаларын қойып, Сингапурда заводтарын қойып, суды тазалап тұрады, сосын кейін ішетін суды Малайзияға қайтадан сатады. Көріп тұрсыз ба? Мәселе сода. Егер жаңағы virtual су дейді ғой, virtual water дейді, virtual water, мысалы, әр бірдеңке бидай бірдеңке өсіргенде талай су кетеді. Біз бірдеңке жаңағы бидай өсіргенде тек қана бидай емес, бір су сатып жатырмыз. Мысалы, бидай күріш өскенде ол талай су кетеді. Мысалы, мал өсіріп, етін сатқанда біз суды сатып жатырмыз. Су кетіп жатыр. Сол үшін бізге қарау керек. Егер көп су кетсе заттарға, одан гөр Қазақстанда қалсын, шетелге кетпей, сонда пайдалы болды. Одан гөр мүмкін жағым айтып тұрген, одан гөр техникалық су алу керек, технология тазалатын су көбейту керек, суды ішетін суды сату керек. Жаңа баяғы кезде Швейцария болады ғой. Швейцарияда баяғы кезде олар да бәр көршілер соғысып, бірдеңе қырсық болып еді ғой. Швейцария тек қана айтқан, мен ақша жинаймын, алты жинаймын, ешкімге кірмеймін, ешкімге тиіспеймін, тек қана маған ақшаларың жіберіңдер, мен сондай пайда берем деді. Қазақстанда сөйтіп бола алады қазір. Қазақстан тура ортасында ғой. Мында орыстар бар, мында мұхиттен су кетіп бара жатыр. Су көп ол жақта. Мына жерде су жоқ. Иран, Пакистан су жоқ. Қазақстан тура ортасында. Одан гөрі біз мына кімдерді айту керек, давай бізге арзан беріңдер, біз сізден су сатып аламыз, тиынге сатып аламыз. Кір суларын, қар су, жаңа көктемде су кетіп отыр ғой. Олар бәрібір көктемде тасқын су кетіп отыр, керегі жоқ ол су, ешкімге керегі жоқ. Кете берші дейді. Сондай технология жаңа айтып жүрген, жинайтын суды жинау керек. Жаңа кімдер шақыру керек, Кока-кола, Пепси-кола, солармен келісім жасау керек, солай ішетін су жасау керек. Соны сату керек. Соны жаңа айтып жүрген қызық, қана Пепси-кола да қызық екен. Бізде тек қана жағы Шымкент жақта, Алматы жақта ішетін нелер жағы Кока-кола, Пепси-кола, сояқта сонда завод салып жатыр. Ол дұрыс емес. Одан гөр оларға налогты көбейту керек. Экономика жағын айту керек. Ол сізде мұнда пайда көп болмайды. Одан гөрі Петропавлов жаққа, Павлодар жақта сояқтан завод салсаңдар, сендерге налог болмайды. Одан гөрі экономика жағымен итерсе, онда еретін қар көп. Сол қарды пайдаланса, сонда пайдалы. Аналар шетін заттарын алады, олар фильтрация, оборудование жасай салады. Тасқан су кеткенде, қар ергенде, олар технологиясын қояды, фильтрация, сол суды тазалатады. И сояқтан ішетін жаңағы Кока-кола несін жазады. Сонда экономикалар жасамайды екен, қызық екен мен. Енді Жанай Матайұлы, су тасқыны мен қарғын судан ресурс жинау, бұл мүмкін. Мүмкін. Өте жақсы мәселе. Канада бәрі де сөйтіп жатыр, жинап жатыр, қыста жинайды, соған күш салу керек.
Жаңағы Көкшетау, сол жақтан жинап, Павлодар жинап, содан заводтарды соны көшу керек, жаңағы айтып жүргенім. Жер асты суларын сақтау бойынша ол да мүмкін. Мүмкін, өте Қазақстан өте тамаша сол. Жапония туралы мысалы айтып жүрсіз, соны кішкене тарқатып берсеңіз. Жапония өте мықты. Технологиясы қандай? Технологиясы көбісі жаңа неде фермерлер жинайды. Жаңа табиғи айтып берген. Технология онша қиын емес. Тек қана топографиясын қарау керек. Мысалы, су қалай кетеді. Топографиясын қарағанда, жаңағы несін гидрогеологиясын қарау керек. Су қай жерге жаңа сіңеді. Сол жерді нету керек. Жаңағы құрындай өзендерді қой керек. Сонда пайдалы болады. Ойымша әр ауылда құртындай өзендер болық, соңын жаңағы қар жинайтын жер болық. Жаңағы Астананың өзін қарасақ, қарды былай лақтыра салады ғой, жинамайды адам сияқты. Былай басқа жерде қарағанда, жаңағы мен айтып жүргенім топография, су қалай кетеді, қар жинайтын жер болады. Тазалатып, жаңағы біз жаман бірдеңке болғанда бірдеңке лақтыра салады ғой. Одан гөрі қар жинайтын жер болу керек. Жаңағы міне қар жинайтын жер, құртындай өзен. Қарды мында алып келесіңдер. Сонда, мысалы, үлкен бульдозермен жинайды. Әр кампуста, мысалы, Виннипег болсын, әр кампуста, айтпақша кампустар, университеттің кампустар көбісі өздері кішкентай несі, ауыл сияқты. Бізде қырсығып, университеттер прям қалада тығысып, былай тұрады, жер жетпегендей. Онда гөр үлкен салмам екен. Әр университеттің кампусы ауыл сияқты болу керек. Соң кампуста жер мол болса, жаң қарды жинағанда, жаң кампустың қасында жинайды. Бәрі көбісі университеттер, сол қарды университеттің қасында жинайды. Соңген қар жазда ереді. Бульдозермен итеріп жинап қойды, үлкен тау сияқты қар тұрады. Соңген қар ереді, жазда ереді. Соң қасында жаңағы бірдеңке өсіретін, бірдеңкелер қар еріп, суды тазалатады. Жаңағы жүрген студенттер үйренеді. Қарды қалай техника жаңа жүрген анализ жасап. Соны үйренеді, соңген өсірім бірдеңке өсіреді. Сонда қолмен жасайтын уже эксперттер болады. Жанай Матайұлы, түйін бағдарламасы. Бір тақырыпты көтерген кезде оған міндетті түрде бірнеше эфир арнаймыз, яғни түйінін толық тарқатып, бір шешімге келмейінше. Сондықтан да сіз айтқан дүниелердің туындаған сұрақтарға міндетті түрде су және ирригация министрі, экология министрлігі, одан кейін туризм бойынша жауапты министрлер сіздерді осы сұхбатқа, осы студияға шақырамын, өйткені мына сұрақтарға, мына туындаған мәселелерге біз халыққа нақты жауап беру керекпіз деп ойлаймын. Ал енді сіз ғалым ретінде біздің Қазақстанның жас ғалымдарымен байланыстасыз ба? Әрине. Олардың қандай еңбектерін қазір ауыз толтырып айта аласыз? Жас ғалымдар өте мықты Қазақстанда. Өте мықты, бірақ мүмкіншілік беру керек. Қиыншылығы сол, егер жаңа ауыл жерге айтып жүрмін ғой, көбісі өте ғылыми жас ғылымдар қалада. Жас ғылымдар қызықтыру керек, мүмкіншілік жасау, үй жасау керек ауыл жерде. Ауыл жерге көбісі жас ғалымдар көшу керек, соның жолын табу керек. Бәрі де ғылыми былай қарағанда ауыл жерде жас ғылыми адамдар өте аз. Сол мүмкіншілік жасау керек, ауыл жерде көбісі егер кетсе, жиналса, сонда пайдалы болады. Мемлекет басшысы бұл тараптан жас ғалымдарды үнемі қолдайды. Мүмкіншілік демекші оларға өз еңбектеріне сай жаңағы атақ даңқтарымен бірге пәтер де сыйланды, мысалы, бұл осыменен дәстүрлі түрде жалғасып келе жатыр. Менің білейін дегенім, олардың қандай еңбектері сізді қызықтырды? Еңбектері IT технология, компьютер жағынан жас ғалымдар өте мықты. Өте мықты. Сол жағынан істеп жатқан жүрміз геоматика, геоинформационная система, технология, сол жағынан Қазақстан өте мықты. Соны күш сала беру керек. Жаңа мен айтып жүргенім, мұхиттарға су кетіп бара жатыр ғой. Мұхиттарға да келісім жасау керек. Бүгін осы саммитті Жапон ғылымды адам кездескенбіз. Италиямен де кездестік. Оларда мұхит бар ғой, Жапонияда, Италия жағынан. Солармен келісім жасау керек. Сол жағынан да оқу керек. Жас ғылыми адамды балалар соған
күш салып сонда оқыса, Қазақстанға өте пайдалы болады. Бізде тек қана орталық Азия емес, мұхиттерге де қарау керек. Былай бір жағынан, былай мына орыс жағынан қарасақ, оларда қиыншылық болып жатыр. Шетелмен онша ғылыми адамдармен көп жұмыс істемейді. Бірақ Қазақстан тура ортасында, сол мына жағын орыс жағынан, сол ойымша қазақтар солына қолына алу керек. Біз неге десеңіз, біз орыстармен де, шетелмен де, бәрімен жақсымыз. Байланыстымыз. Швейцария сияқты ғой. Швейцария. Тура Қазақстан Швейцария сияқты болу керек. Егер орыстар жағын өз мәселелерін шешемесе, біз солар үшін шеше аламыз. Мәселе сода. Как раз су деген кетіп барғанда, Қазақстан айтып жүрміз ғой. Су деген көп Қазақстаннан, Монголия болсын, бәрі де Балқия, неге мұхитке кетіп бара жатыр. Орыстар ғылыми басқа халықтармен онша істеймейді қазір. Бірақ қазақтар істей алады. Сол үшін қолға алу керек. Қолға алу керек. Бәрі мәселелер, мысалы, жаңа айтып жүрген жерде, құрлықтарда су мәселелері и мұхиттердің жұмыстарында қосу керек. Сонда орыстардың ғылымилары бірге болады. Мынау ауыз су мәселесі бойынша, мысалы, шетелде Карловы Вар деген жер бар. Бүкіл әлемнен азаматтар сол жерге ағылып, жаңа туристік потенциалы өте мықты. Яғни сол жерде емделіп су ішеді. Бізде де Қазақстанда мөлдір, таза, дәруменге бай су көздері жеткілікті. Дұрыс айтасыз. Өте жақсы. Өте дұрыс. Мен Словакия айтпақшы, сол Чехия, Словакияға барған осы жазда. Соны таңғалғаным, Карловы Вар өте қымбат жер, бай жер, былай айтқанда. Бірақ ол жерде тек қана құртындай өзендер бар. Тура бізді Қазақстан сияқты жақсы минералдық. Айтпақшы, біз публикация жасағанбыз. Осы Қазақстанда әжептәуір көп гидрогеология мен әжептәуір көп солар тексергенбіз. И сол жақсы публикация жасағанбыз. Мәселе сода, ауыл жерде білім беру керек. Туризм келу үшін, Словакия болсын, Чехия болсын, құртындай ауыл, құртындай үйде тұруға болады. Мысалы, бір жерде тұрған үй, құртындай бір бөлмесі бар, аңғылша сөйлейді, тамағын бәрін жасап береді. Ауыл жерде пайдасын алады. Соңғы тура ауылда құртындай өзен бар, барып сол минерализациямен өзіңі жуынып, етіп пайдасын аласың. Соны ойлап жүрмін, бізде Қазақстанда сондай өзендер бар. Ауыл жердің үйлері бар. Бірақ олар сондай пайда жасамайды. Сол ауыл жерге көмек беру керек, жаңа тіл беріп, шетелден біреу келсе құрметтеу керек. Жаңа интернетте базалар бар ғой, сондай құртындай өзен бар. Айтпақшы, жақсы, сіз айтқаныңыз өте дұрыс. Қалада тұрған балаларды сол жерге ету керек, сол өзін сүйретін салу керек, интернетке салу керек. Жаңа құртындай жер тұрған үйлерді кішкене дизайн жасап, бір-екі бөлмесін тазалатып, и bed and breakfast дейді ғой, таңертең тамағын береді, күндіз өздері өзінге жүреді. Сондай ауыл жерге күш салу керек. Сонда өте пайдалы болу керек. Бізде дұрыс айтасыз, Қазақстан жері өте бай, бірақ адамдарға бізге Хилтон, Стар, үлкен нелер сала береді. Хотел, гостиницалар. Ауыл жерге жіберу керек. Құртындай, сондай пайда болады. Түйін бағдарламасы тарапынан өңір басшылары міндетті түрде бұл мәселені назарға алып, жұмысты жандандырады деген үміттемін. Жанай Матайұлы, сізге көп рахмет, студиямызға келіп, өз пікіріңізбен, ойларыңыз, жоспарыңызбен, жалпы мәселені қалай шешу керек жолдарымен бөліскеніңізге. Қазір суға шынымен де 100 жылдан кейін мына судың дәмі бізге арман болып қалмау үшін қазірден бастап әрекет ету керекпіз. Дұрыс айтасыз. Дәмі деген ерекше шынымен де, сондықтан да үлкен жауапкершілікпен, құрметпен және де жаңа мүмкіндіктерді пайдаланып, осы технологияларды тездетіп енгізуге атсалысу керекпіз. Сізге көп рахмет. Күш саламыз. Рахмет. Керемет мына судың дәмі, шынымен де. Бүгін студия қонағы Қазақстан Республикасының су ресурстары және ирригация министрлігінің ақпараттық талдау орталығының жоба жетекшісі Ермахан Полат.
Қош келдіңіз студияға. Алдымен ақпараттық талдау орталығы немен айналысады? Қашан құрылды? Осыдан бастайық. Біз қазіргі таңда ақпарат талдау орталығы министрлік 2024 жылы құрылды. Жалпы ақпарат талдау орталықтың басты бағыттарының бірі су саласын цифрландыру және әдістемелік құжаттар дайындаумен айналысады. Бүгінгі таңға дейін, яғни Қазақстанның барлық өзен көлдері цифрландырылды ма? Толыққанды? Қазіргі таңда орталықтың бастамасымен ақпараттық ұлттық жүйе бой көтерді. Су ресурстар ақпараттық ұлттық жүйесі бой көтерді. Яғни ол ұлттық жүйе дегеніміз не? Президентіміздің жолдауында өздеріңізге мәлім, осы су саласын цифрландыру басты тапсырмалардың бірі болды. Сол тапсырманы орындау барысында қазіргі таңда бізде Қазақстан Республикасының су ресурстарының, жаңағы өзен көлдердің 80%-дан астамы қазіргі таңда цифрланды деп айтсақ болады. Енді мынау аралды қалпына келтіру бағытында қандай ірі жобалар жасалып жатыр? 2002-2008 жыл аралығында Дүниежүзілік банкінің қолдауымен Сырдария өзенін реттеу және солтүстік аралды сақтау жобасы атқарылды. Жобаның нәтижесінде қазіргі таңда Сырдария өзенінің өткізу қабілеті 350-ден 700 метр секундына дейін артты. Сонымен қатар солтүстік арал теңізі сақталады және қалпына келтірілді. Қазіргі таңда теңіздің аумағы 2414 шақырымнан 3151 шақырымға дейін өсті аумағы. Және су көлемі 15.000 текше метрден 27.000 текше метр дейін көлемде өсті қазіргі таңда. Енді жалпылама айтатын болсақ, бұл Сырдария өзенін реттеу солтүстік арал теңізін қалпына келтіру жобасының осы арал теңізіне өте үлкен ықпалы тиді деп айтсақ болады. Енді мынау дүниежүзілік банктен арал мен ирригацияға бөлінген миллиондаған доллардың нәтижесін халық сезіне бастады деп айтуға болады ғой? Енді ол жалпы өздеріңізге мәлім, қазір сіздерге де ол ақпараттар қолжетімді. Арал теңізі бойында қазіргі таңда экология мәселелері шешілді деп айтсақ болады. Қайта теңіз өзінің қалпына келе жатыр. Ол жерде алуан түрлі экологиялық мәселелер шешіліп, қазіргі таңда тұрмыстық тіршілік қалпына келді десек те болады. Ал енді мынау ақпараттық талдау орталығы бұл бөлінген инвестициялардың дұрыс игерілуін қалай қадағалайсыздар? Енді біз жерде біздің ақпараттық талдау орталығымен жалпы халықаралық аралды құтқару қорының бастамасымен, су ресурстар және ирригация министрлігінің бастамасымен осы бойынша жоба бекілді. Ол жерде идеологиялық жобалар қарастырылды. Жалпы инфрақұрылымды мәселе емес қой, бұл жерде тек қана мәдениет мәселесі де бар. Сол себептен біздің орталық тараптан осы арал теңізі бассейні бойында білім беру және мәдениет мәселесі бойынша жобалар атқарылып жатыр қазіргі таңда. Мынау саммитте енді президент жауапкершілік туралы көп айтады. Келесі сұраққа өтпес бұрын алдымен экранға назар аударайық. Орталық Азия мен көршілес өңірлер су тапшылығы, шөлейттену, мұздықтардың еруі, ауа ластануы және биоалуан түрліліктің азаюы сияқты ортақ экологиялық сын-қатерлерге тап болып отыр. Мен бұл мәселелерді әдейі атап өттім. Өйткені тек бірлескен күш-жігер арқылы ғана нәтижеге жете аламыз. Есеп беретін уақыт өтті, енді нақты шешімдер қабылдау қажет. Енді біздегі ортақ проблема су үнемдеу мәдениетін қалыптастыра алмай жатырмыз. Тіршілік нәрін үнемдеуге қайтсек шақыра аламыз. Енді мемлекет басшысы өзінің жолдауында, жастар кадрлық резервін форумында су стратегиялық маңызы бар ресурс екенін, сусыз өмір жоқ екенін атап өтті. Яғни бұл дегеніміз су үнемдеу мәдениетінің қалыптастыру бойынша осы бағытта жұмыстар атқаруды тапсырма етіп қойды. Сол себептен қазіргі таңда мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында оқу ағарту министрлігімен бекітілген адал азамат біртұтастық білім беру бағдарламасы бойынша қазіргі таңда елімізде халықаралық жоба бой көтерді деп айтсақ болады. Ол жоба су және білім деп аталатын жоба. Халықаралық аралды құтқару қорының су ресурстар министрлігінің қолдауымен, осы оқу ағарту министрлігінің қолдауымен және де халықаралық ұйымдар ЮНИСЕФ балалар қоры мен француз даму агенттігінің қаржыландыруымен осы жоба бой көтерді.
су және білім деп аталатын жоба біздің еліміздегі осы Қызылорда өңірі Арал теңізі бассейнінің бойында атқарылып жатыр. Бұл жобаның мәні жаңағыдай идеологиялық білім беру, су мәдениетін қалыптастыру жастар арасында және балалар арасында болып табылады. Енді бұл жобаға қатысушылардың санын қалай қадағалайсыздар? Бұл жобаға қазіргі таңда бізде 67 мыңнан астам оқушы, 800-ден астам педагог қатысып жатыр. Жоба аясында 10 пилоттық мектеп, 45 магниттік мектеп тартылған жобаға. Нақты қандай шаралар өткізесіздер? Осы мен айтып өткендей адал азамат біртұтастық білім беру бағдарламасында көзделген іс-шаралар бар. Ол іс-шараларды атап айтатын болсақ, балалар арасында суды үнемдеп болашақты сақта сурет байқауы. Әрбір жас бұл жерде тек қана білім алмайды, өзінің туындысы жаңағыдай суды үнемдеу тақырыбында өздері сурет салады. Ол суреттер арасында байқау ұйымдастырылады және де ол әрбір туындыға осы біздің сарапшылармен баға беріліп, әрбір оқушыға біздің тараптан қолдау ретінде сертификаттар қарастырылған. Яғни біз конкурстың нәтижесімен бөлісеміз. Жаңағыдай ақпараттық алаңдарға таратамыз, жаңағыдай салынған әрбір туындыны және де қосымша қолдаймыз, сертификаттар қарастырылған. Енді халықаралық тәжірибе деп айттыңыз. Мынау шет мемлекеттерінің тәжірибесінен не үйреніп, не енгізуге болады? Енді қазіргі таңда бұл жоба, су және білім жобасы Француз даму агенттігінің қолдауымен атқарылып жатырған жоба. Сол себептен қазіргі таңда бұл жоба бір қатар Өзбекстан республикасында да атқарылып жатыр. Осы жоба бой көтерді. Себебі Арал теңізі орталық аймақ болғандықтан, ол Өзбекстан елінде де қатар жүргізіліп жатыр. Сол себептен қазіргі таңда бізге Өзбекстан республикасынан әріптестеріміз бізге осы тәжірибе алмасу мақсатында бізге хабарға шығып отыр. Осы халықаралық жоба аясында қандай нақты жұмыстар, іс-шаралар атқарылып жатыр, оның жаңа нәтижесімен бөлісуді бізден сұрап жатыр. Енді жалпы айтқанда тәжірибе алмасу бұл жерде. Сол бойынша қазіргі таңда біз Өзбекстан республика мемлекетімен осы бізде атқарылып жатқан жұмыстарды бөлісудеміз. Бұл енді су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру бойынша, иә? Алда енді тағы қандай шараларды жоспарлап отырсыздар? Енді бұл жерде мен сіздерге айтып өткендегідей бұл жобамыз қазіргі таңда Қызылорда өңірі Арал теңізі бассейн бойында болып жатқан жоба болғандықтан, біз бұны жаңағыдай география, жаңағыдай басқа да аймақтарда қарастырып жатырық осындай жобаларды. Бұл жерде біздің алдағы уақыттағы мақсатымыз осы жобаны аумағын кеңейту және цифрландыру. Біздің осы жоба аясында tamshi.kz өзіміздің платформамыз бой көтерді. Жалпы сайт, осы жобаның сайты және жобаның өзінің бір кейіпкер бар. Тамшы, осы жобаның кейіпкері Тамшы деп аталады. Ол яғни суды үнемдеу, болашақты сақтау мәдениетінің символы болып табылады. Ол біздің кейіпкеріміз. Арнайы персонаж әзірленді осы бойынша. Бұның барлығы жаңағыдай ақпарат тарату ғой, осы су мәселесі бойынша, суды үнемдеу бойынша ақпарат таратуға арналған бағытталған жұмыстар. Қандай сарапшыларды бұл жобаға тартып жатырсыздар? Біздер жобада қазіргі таңда тәжірибелі жаңағы педагогтар бар, жұмыстар атқарады, тәжірибелі педагогтар, және де біз осы жоба аясында экологиялық сағаттар өткіземіз. Ол экологиялық сағаттар дегеніміз ашық сабақтар. Олар мектеп қабырғасында, Қазақстан Республикасының мектеп жаңа қабырғаларында өтеді. Соның бірі Астана қаласында 91-ші мектеп гимназиясында өтті. Ол жерде 10-11 сынып оқушылары су затты платформа жасап шыққан. Яғни ол сіз күнделікті тұрмыста қанша суды үнемдей аласыз. Яғни жас балдардың бұл жерде бір осы жобаға өзіндік бір несін көре аласыз, белсенділігін көре аласыз. Сол себепті біз ол балдарды қолдау мақсатында ол балдарды осы жобаға сарапшы ретінде тарттық. Яғни бұл жерде біздің жобамыз шектелмейді. Жалпы бір сарапшылармен шектелмейді. Әрбір үлесін қосам деген азамат бұл жобаға қатыса алады. Сіз мысалы жалпы халық арасында бізде экологиялық акциялар өтіп жатыр, жаңа плогингтер өткізіліп жатыр. Өзенді сақта деген, ол жақта да бірнеше іс-шаралар көзделген.
әрбір сарапшы, әрбір азамат осы суды үнемдеу мәдениетін қалыптастыруға өз үлесін қоса алады. Яғни сарапшыларға ешқандай шектеулер қарастырылмаған бұл жобада. Ал жас ғалымдарды қолдау мәселесі қалай? Мынау біздегі ғалымдардың осы су үнемдеуге қатысты ойлап шығарған технологияларын пайдалану, енгізу мәселесі. Сіз өте орынды сұрақ қойдыңыз. Қазіргі таңда мен айтып өткендей экологиялық сағаттарда біз жоғарғы оқу ордаларында да қосымша өткіземіз. Мектеп қабырғасымен және жоғарғы оқу орындарында. Енді біз осы жоғарғы оқу орындарында бізде спикерлер белгіленеді. Олар министр, вице-министр және мәжіліс депутаттары, халықаралық елдің елшілері болады. Олар біз осы жоғарғы оқу қабырғасына барғанда өзіңіз айтып жатқандай жас ғалымдар өзінің технологияларымен бөліседі сол жерде. Олар осы суды үнемдеуге қатысты қандай да бір өзінің бір туындысы болса, жаңа технологиялар болса, сол жерде өзі көрсете алады. Сол қазіргі таңда біздің министрліктің тарапынан қолдау көрсетіліп, сол технологияларға біз сол технологияларды енгізу үстіндеміз қазіргі таңда. Грант мәселесі қарастырылған ба? Бұл жоба бойынша біздің министрліктің өзіндік бір бағдарламасы бар. Осы жас ғалымдарды қолдауға арналған гранттар қарастырылған осы су саласының мамандар арасында. Енді өзіңіз жақсы білесіз, төрткүл дүниенің басын қосқан Астанада қазір үлкен саммит өтіп жатыр. Осы экология мәселесіне байланысты. Экология саясатсыз өмір сүре алады, бірақ геосаясат экологиясыз өмір сүре алмайды деген нақты бір түйіні бар деп ойлаймын. Енді осы ретте мемлекет басшысы халықаралық су ұйымын құру бастамасын жиі көтеріп жүр. Жалпы үлкен проблеманы шешу үшін бұл жеткілікті деп ойлайсыз бе? Енді біз айтып отырмыз ғой, бұл орталық мәселе, экология мәселесі тек қана елімізде емес, қоғамда емес, жаһанда болып жатқан мәселе. Сол себептен бұның шешімі ортақ шешім. Яғни көршілес мемлекеттермен орталық Азия мемлекеттері бірігіп, осыған бағытталған осыны шешу аясында мемлекет басшымыз атап өткендей ұйым құрылатын болса, нақты іс жоспарлар белгіленетін болса, өз шешімін табады деген сенімдеміз. Мен оны осылай бағалай аламын. Енді Қазақстан су дағдарысын еңсеруде көп жақты бастамаларға ашық екені белгілі. Одан өзге сіз айтып өткен жобалардан тағы да қандай іс-шараларды айтып өтуіңізге болады? Бүгінгі мысалға саммитте болып жатқан түрлі пленарлық отырыстардан кейін қандай бір ой түйдіңіз? Енді жалпы су саласының, су тапшылығын болдырмау мәселесінің ең бірінші бағыты деп айтсақ та болады, ол суды үнемдеу. Инфрақұрылымдық мәселеде қарастыратын болса, су үнемдеу технологиялары. Жалпы қазіргі елімізде өтіп жатқан өңірлік экологиялық саммитте де басты көзқарас, басты бағыт осы мәселеге туып отыр. Жаңағы суды үнемдеу технологиялары. Көршілес келген мемлекеттердің аса көпшілігі осыған мән беруде. Суды үнемдеу технологияларын енгізу. Және де біздің елімізде өздеріңізге мәлім ауыл шаруашылығында осы су үнемдеу технологияларын енгізу мәселелерін қарастырып жатырмыз. Қазіргі таңда өзіміздің бекіткен жоспарларымыз бар бұл бойынша. Ауыл шаруашылығында тамшылатып суару әдісінің қазіргі нәтижесі қандай? Жалпы осы бізде Қазақстанда, елімізде су тұтыну көлемі жағына ең алдағы осы ауыл шаруашылығы 60%-ын құрайды. Сол себептен қазіргі таңда осы ауыл шаруашылығында суды тамшылатып суғару жаңағы жүйесіне бізде қазіргі таңда мемлекеттік субсидия қарастырылған. Қазіргі таңда мемлекет ол бағытта қолдау көрсетеді, әрбір фермерге қолдау көрсетеді, және де өзіміздің индикаторларымыз бар осы бағытта. Яғни біздің осы су ресурстарын басқару жүйесінің 2024-2030 жылға арналған дамыту тұжырымдамасының іс жоспарына сәйкес 2030 жылға дейін 1,3 миллион гектар жерге біз су үнемдеу технологияларын орнататын болсақ, біз 2,2 миллиард текше метр су үнемдейміз. Ол біздің министрліктің индикаторы болып табылады. Қазіргі таңда жұмыс 5 есе алда деп айтсақ та болады. Жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Осы ауыл шаруашылығында тамшылатып суару сынды
су үнемдеу технологияларын енгізуде. Ермахан мырза, студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап беріңізге көп рахмет. Шынымен де суды үнемдеу, суға аса бір ыждахаттылықпен, құрметпен қарау, бұл ортақ жауапкершілік, әрбір азаматтың міндеті. Сіздердің орталықтарыңызға сәттілік тілеймін, осы су үнемдеу мәдениетін қалыптастыруда. Рахмет. Көп рахмет. Біз бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша орталық Азия жерінің 20%-дан астамы тозған. Шамамен 80 миллион гектар аумақ, яғни өңір халқының 30%-ның өмір сүру сапасына әсер ететін факт. Шұғыл шешімдер қажет. Осы бағытта ел аумағында жаппай орман экожүйелерін қалпына келтіру жұмысы қолға алынды. Халық қайырымдылық қоры халық орманы экологиялық жобасын бастады. 5 жылдық меже 9 миллионнан астам көшет отырғызу. 3 негізгі аймақ. Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, Семей орманы мемлекеттік табиғи резерваты және жасыл аймақ бағдарламасы аясындағы Елорданың жасыл белдеуі. Бұл бір ғана ұйымның қарекеті. Жалпы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес мемлекеттік орман қорында 2 миллиард ағаш отырғызу жұмысы жүргізіліп жатыр. Әзірге 1,6 миллиардтан астам көшет отырғызылған. Әрине, кез келген мәселе тек мәмілемен шешіледі. Оның үстіне климаттық катаклизмдерді жеке-дара шешу мүмкін емес. Саммитте маңызды құжаттар қабылданды. Оның 4-еуі аралды құтқаруға бағытталған. Себебі арал тағдыры, адамзат тағдыры. Осымен тәмам. Келесі апта аман сау жүздескенше.